В Казахстане неизвестный зверь устроил охоту на домашних птиц. Çoğukların мойын жұлып, қанын ішіп жатыр екен, тек қанын ішіп жатыр екен. Неизвестное животное убивает домашних птиц и пьет их кровь, говорят жители села. Прекрасно приживается в антропогенном ландшафте. Это убийца, суперубийца. Жүгіріп баратып қамысқа кіріп кетіп, бізден бір 20-30 метр жерден. Неизвестное существо проникает внутрь курятника, срывая сетку и двери клетки. Мен тура осы жер ғой сынған, Ана нәрде көз жанып тұрған қамыстардың арасынан. Міне. Не екенін точно білемін, принцип. Жаз маусымының алғашқы айы, түн, Амангелді ауылы. Кенеттен иттердің барлығы бір жерге қарап үре бастайды. Ал қорадағы қойлар мен ешкілер мазасызданып қоймай қойды. Таңертең үй иесі сыртқа шыққанда бірнеше малдың өлі жатқанын көреді. Көршілерде де ұқсас жағдай. Бірақ оларда тауық қорада өлі үй құстары. Ең қорқыныштысы, олардың денесінде үлкен жара жоқ. Тек барлық өлі малда бір ұқсас өлі қалпы анықталды. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, жануарлардың қанын біреу ішіп кеткен екен. Сол сәттен бастап ауыл ішінде тек бір ғана сұрақ тарай бастады. Мұны кім істеді? Қасқыр ма? Ит пе? Әлде бұл бүкіл әлемде адамдар ғасырлар бойы айтып жүрген жұмбақ мақұлық па? Сіздермен бірге Пазл арнасы. Бүгін біз Амангелді ауылында пайда болған құбыжық жайлы айтатын боламыз. Сарыағаш қаласына қарасты Амангелді ауылында кенеттен сұмдық жағдай орын алды. Адамдар өз қораларында өлі малдардың денесін табатын болыпты. Тіпті WhatsApp желісінде тұрғындардың бірі абайлық шараларын сақтау мақсатында аудио дыбыстама жазып, ауылдастарына таратады. Ал әлгі аудио бір күннің ішінде желіде Амангелді құбыжығы атымен тарай түсті. Çoğukların мойын жұлып, қанын ішіп жатыр екен, тек қанын ішіп жатыр екен. Бір көршілерінің қойларын жеп қойыпты. Ләж болса балдарды, жас балдары шыға бермеңіздер, ана Амангелді де дейін бір жақтаға. Тоғай жағында оны енді іздеп әрекет қылады, бәрі көруға тек әрекет. Әрине қазіргі заманда адамдар бір аудиоға бола жағдайға сене қоймайды. Оның үстіне құбыжықтың бейнесі барлығы жасанды интеллектпен жасалған болып шықты. Фотолардың барлығы өтірік болғанымен Амангелді ауылында өлген малдар шын. Сонда ауыл адамдары тәтті ұйқыға кеткен сәтте кім олардың қораларына кіріп малдарының қанын вампир тәрізді ішіп жүр. Бұл жағдайды ең алғашқы зерттеп Амангелді ауылына ертеңгі күн ақ шыққан менің бауырым Бақытжан. Мен тура осы жер ғой сынған, Тұр екен ғой сынған жерім. Қарандар міне. Біз түсіріп алдық бірден кейін. Қарандар міне. Жүгіріп баратыр анау. Мынандай забор тұр мұнда. Қазына забордан өтеміз. Ана нәрде көз жанып тұрған қамыстардың арасынан. Ал сонымен Амангелді құбыжығы деген не? Адамдардың сипаттауы бойынша және өлтіру әдісі бойынша менде тек қана бір сипаттама бар. Ол әлемдегі ең танымал криптидтердің бірі чупакабра. Чупакабра деген не? Ол шынымен бар ма? Және әлем бойынша неге жүздеген адамдар оны шынымен көрдім деп нан ұстап айта алады? Және ең қызығы, Қазақстанда ол бар ма? Испан тілінен аударатын болсақ, чупакабра ол ешкінің қан сорғышы деп аударылады. Яғни чупа сору, капра ешкі. Аңыздарға сенетін болсақ, ол түнде адамдар ұйықтап жатқан кезде қораларды бұзып, үй жануарларының қанын сорып қашып кетеді екен. Бұл тарих алғаш рет Пуэрто-Рикода кең тарай бастады. 1990 жылдары жергілікті тұрғындар түсініксіз жағдайда өлген жануарларды таба бастайды. Куәгерлердің айтуынша, олардың денесінде бірнеше ғана тесік болыпты. Осыдан кейін адамдар арасында қорқынышты сыбыстар тарады. Белгісіз жыртқыш бүкіл Латин Американың ауылдарында аралап жүр. Оны ешкім ұстамаған және де көрмеген. Бірақ бәрі ол туралы айтып жүрді. Бірнеше айдың ішінде бұл аңыз бүкіл Латын Америкасына тарады. Ал кейін интернетке келді. Дәл сол сәттен бастап чупакабра енді жай ауыл аңыз емес, интернет және бүкіл әлемдік феноменге айналды. Бір қызығы, адамдардың сипаттамалары бір-біріне мүлде ұқсамайды. Біреулер оны бойы 1 метрден асатын екі аяқты мақұлық дейді. Басқалары үлкен қызыл көздері бар
жорғалаушыға ұқсатады. Кейбіреулері қанаттары болғанын айтатын болса, басқалары оның түгі жоқ итке ұқсатады. Егер куәгерлердің барлығы шындықты айтып тұрса, неге олар әртүрлі сипаттама беріп жатыр? Дәл осы сәттен қызық басталады. 2000 жылдардың басында Америка құрама штаттарында бірнеше фермер өз малдарын шабуыл жасаған белгісіз жануарларды ұстап алады. Жергілікті тұрғындар бірден міне біз чупакабраны ұстап алдық деп жария етеді. Бірақ кейін ғалымдар жануарлардың ДНК-сын зерттеп, нәтиже күтпеген болып шықты. Олардың көпшілігі қарапайым койоттар мен жабайы иттер болып шықты. Тек олар ауыр тері ауруына шалдыққан еді. Аурудың әсерінен жүні түсіп, денесі өзгеріп кеткен. Сондықтан адамдар оларды қорқынышты мақұлыққа ұқсатыпты. Сонда бүкіл әлемді қорқытып, үй жануарларының қанын ішіп жүрген мақұлық жай ауру ит пе? Оны ешкім әлі күнге дейін нақты айта алмайды. Енді Қазақстанға тоқталайық. Соңғы 20 жыл ішінде еліміздің әртүрлі аймақтарында белгісіз мақұлық туралы хабарламалар бірнеше рет тараған. Кей ауыл тұрғындары қорадағы малдарының түсініксіз жағдай бойынша қырылып қалған айтады. Бүгінгі Амангелді ауылындағы жағдай тәрізді. Кейбіреулер түнде ерекше дыбыстар естігенін мәлімдеген, ал әлеуметтік желілерде чупакабра түсірілді деген видеолар жыл сайын түрлі пайда болады. Бүгінгі күннің өзіне дейін Қазақстанда чупакабра ұсталынды деген нақты видео немесе фото дәлелдер жоқ. Дегенмен бұл адамдардың қызығушылығын тоқтатпайды. Керісінше, дәлел жоқ болған сайын жұмбақ күшейе түседі. Өз ойымды айтатын болсам, чупакабра бұл мақұлық жайлы оқиға емес, бұл адамдардың белгісіздіктен қорқу тарихы сияқты. Сонымен, чупакабра шынымен бар ма? Әзірге ғылым жоқ дейді. Бірақ әр жаңа видео, әр жаңа куәгер және әр жаңа ауыл оқиғасы бұл сұрақты қайтадан көтереді. Білесіздер ме, кейбір аңыздар осылай дәлелдің жоқтығынан емес, жұмбақ болып қалуының арқасында ғана өмір сүре береді. Бүгін сіздермен болған мен Әділ. Пазылға жазыл.